Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Ақтөбеде әкімдік қызметкерін қатыгездікпен өлтірген такси жүргізушісіне үкім шықты. Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында әкімдік қызметкерінің өліміне қатысты атышулы іс бойынша үкім шықты. Жоғалып кеткен әйел 35 пышақ жарақатымен таксидің жүксалғышынан табылған еді. Сот мәліметінше, 2023 жылғы 23 ақпанда арада туындаған жанжал кезінде такси жүргізушісі өзінің танысы әкімдік қызметкеріне ас үй пышағыменен бірнеше рет соққы жасаған. Салдарынан жәбірленуші уақиға орнында қайтыс болды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.